әбдеш Жұмаділовтің «Көкжал» тарихи романы бойынша өз талдауымды ұсынамын, өз пікірімді. Бұл шығарма 20 ғасырдағы қазақ халқының тағдыры туралы, ерлік пен еркіндік туралы өте маңызды туынды. Видео барысында мен шығарма мазмұнын, идеясын, кейіпкерлерін, салт дәстүрлерін, алған әсерлерімді және автор туралы мәліметтерді толық айтамын. Бірінші сұрақ: шығарма қандай тарихи кезеңге арналған? Менің ойымша, «Көкжал» романы 20 ғасырдың орта тұсындағы Қазақстаннан тыс жерлерде өмір сүрген қазақтардың аса күрделі тағдырына арналған шығарма. Сол шығармадағы негізгі оқиғалар Қытайдың Шыңжаң өлкесінде өтеді. Бұл кезеңде Қытайдағы коммунистік режим күшейіп, аз ұлттарға қысым жасалды. Қазақтар ұлттық еркіндік үшін күрес жүргізді. Кеңес одағы мен Қытай арасындағы саяси шиеленіс халыққа үлкен әсер етті. Қазақтардың бір бөлігі босқындыққа ұшырап, шекара асуға мәжбүр болды. Шығарма ұлттың басына түскен ауыр уақыттың көркем шежіресі. Бұл кезеңде қазақ халқы екі алып мемлекетінің ортасында қалып, саяси қысым, қуғын-сүргін, жерінен айырылу сияқты трагедияларды бастан кешті. Шығарманың негізгі идеясы, романның негізгі идеясы ол еркіндік жолындағы күрес. Автор қазақ халқының рухы ешқашан сынбайтынын, қандай қиындық болса да, ұлттың тірегі бірлік пен ерлік екенін көрсетеді. Шығармада келесі идеялар айқын байқалады. Біріншісі, ол бізде туған жерден айырылу, халыққа ауыр соққы сияқты бостандықтың құны өте жоғары. Ұлт үшін жанын пида еткен ерлердің еңбегі ешқашан ұмытылмауы керек. Қазақтың салт дәстүрі ұлттың рухани тірегі. Әр ұрпақ өз елінің тарихын білуі тиіс сияқты фактілер жазылған. Әбдеш Жұмаділов романында қазақ халқының тағдыры, еркіндікке ұмтылуы, ұлттық рухтың сақталуы сияқты күрделі әрі мәңгі өзекті мәселелерді терең суреттеледі, көрсетіледі. Жазушы тарихи оқиғаларды баяндап қана қоймай, сол кезеңдегі қоғамдық ойды, халықтың ішкі жан дүниесін, ұлттық болмысты сақтап қалу жолындағы күресті жан-жақты көрсетеді. Автор көтеретін негізгі мәселелер ұлт азаттығы және отарлық саясат сияқты. Жұмаділов шығармаларындағы ең басты тақырып ол бізде ел тәуелсіздігі. Автор қазақ халқының отарлық қысымға қарсы үздіксіз күресін, халықтың азаттыққа деген құлшынысын тарихи дәлдікпен сипаттайды. Отарлау тек саяси билікті тартып алу ғана емес, ол бізде ұлттың рухани тұтастығына жасаған қауіп ретінде көрінеді. Шекараның жабылуы, дәстүрлі басқару жүйесінің бұзылуы, халықтың еркін көшіп-қону мүмкіндігінің шектелуі, автор көрсеткен ауыр зардаптар. Бұл тақырып арқылы жазушы бізге ел еркіндігінен айырылса, халықтың болашағы бұлыңғыр болады деген ойды жеткізеді. Екіншісі, ол бізде жер мен ел бірлігінің маңыздылығы. Жұмаділов үшін жер жай ғана мекен емес, ол халықтың рухы, болмысы тіршілігінің тірегі. Романдағы кейіпкерлер үшін туған жерді қорғау өмірдегі ең маңызды міндет болып табылады. Автор жердің отаршылар қолына өтуі немесе әкімшілік шекаралармен бөліну халықтың ішкі бірлігін бұзып, рухани күйреуге әкелетінін көрсетеді. Бұл тақырып қазіргі таңда да өзекті мәселе болып табылады. Оның бас себебі
ұлттық бірлік, шекара қауіпсіздігі, жер ресурстарын қорғау ол бүгінгі Қазақстан үшін те маңызды. Халықтың тарихи жады және оны сақтап қалу жазушы өткенді ұмытпау, болашаққа дұрыс қадам жасаудың шарты екенін баса айтады. Романда халық басынан өткерген ашаршылық, қуғын-сүргін өмір, көшіп қону, соғыс жылдары сияқты драмалық кезеңдер тарихи жады ретінде суреттеледі. Тарихты білмеген ұрпақ өткен қателіктерді қайталауы мүмкін. Сондықтан автор ұлттық тарихи жадты сақтап қалуды азаматтық парыз ретінде көрсетеді. Қуғын-сүргін, әділетсіз жазалау. Жұмаділов шығармаларында кеңестік жүйенің репрессиясы ерекше орын алады. Жазықсыз адамдардың халық жауы атанып айдалуы, отбасылардың бөлінуі, қарапайым халықтың саясат құрбанына айналуы сияқты ауыр трагедиялар көркем тілмен жеткізілген. Бұл мәселе автордың жеке өмірімен де байланысты. Сондықтан романдағы эмоционалдық тереңдік өте жоғары. Көші-қон, босқындық мәселесі. Қазақ халқының 20 ғасырда бастан өткен көші-қоны романда жан-жақты ашылады. Оның бас себептері саяси қысым, шекараның жабылуы, қуғын-сүргін. Автор босқындықтан ауыр психологиялық зардабын көрсетеді. Елінен айырылған халықтың күйзелісі, жаңа жерге бейімделудің қиындығы, туған жерге оралуға деген сағыныш. Бұл тақырып арқылы жазушы халықтың жан жарасын көрсетеді. Адалдық пен сатқындық мәселесі. Жұмаділов кейіпкерлері тағдырдың сын сәтінде адамдық қасиеттің қаншалықты маңызды екенін дәлелдейді. Автор ел үшін жанын беретін адал тұлғаларды және өз пайдасы үшін халықты сататын адамдарды қарама-қарсы қойып көрсетеді. Бұл адамгершілік мәселесі кез келген тарихи кезеңде де қазіргі қоғамда да маңызын жоғалтпайды. Рухани төзімділік және халықтың тіршілік күші. Жұмаділов романдарының түп идеясы ол бізде қазақ халқының төзімділігі. Қандай қиындық болса да елін сақтап қалу, дінін, тілін қорғау, ұлт ретінде жоғалып кетпеу. Автор халық руының мықтылығын ұрпаққа үлгі ретінде ұсынады. Қабдеш Жұмаділов көтерген мәселелер тек тарихи кезеңнің шындығы ғана емес, ол ұлттың тағдырына қатысты мәңгілік сұрақтар. Отарлық саясат, жер мәселесі, рухани құндылықтардың жойылуы, ұлттың бірлігі, барлығы ол бүгінгі Қазақстан қоғамы үшін де өзекті маңызды. Сондықтан жазушы шығармалары бүгінгі күнмен тығыз байланысты. Тарихи сабақ беретін көркем туындылар болып табылады. Романдағы басты кейіпкер образы Көкжал. Ол елінің тағдырын жүрегіне жақын қабылдайтын, әділдік пен намысты бәрінен жоғары қоятын батыр мінезді тұлға ретінде суреттеледі. Көкжалдың бойындағы қажырлы қайрат, жауапкершілік пен халықты қорғауға деген шынайы ниет оның тек жеке батыр емес, бүкіл бір елдің рухын арқалаған тұлға екенін көрсетеді. Ол көштің басында жүріп халықты қауіптен алып шығуға, оларды аман сақтауға тырысады. Оның әрбір шешімі ел мүддесі үшін жасалған қадам. Сондықтан Көкжал романда ұлттық ерлік пен төзімділіктің
символына айналады. Көп жылдан бөлек шығармада қазақтың батырлары мен ел бастаған ұлдары маңызды рөл атқарады. Бұл кейіпкерлердің әрқайсысы өз бойында халқына деген адалдықты, отаншылдықты, қиындыққа қарсы тұрар жігерлі мінезді сақтаған. Автор оларды тек жеке тұлға ретінде емес, елін қорғаған тарихи бейнелердің жиынтығы ретінде береді. Олар арқылы қазақ халқының күрескерлік болмысы, ауыр жағдайда да бас имейтін қайсар рухы көрінеді. Романдағы әйел кейіпкерлер де өте маңызды. Аналар бейнесі төзімнің, мейірімнің, сабырдың символы. Олар ұзаққа жолда баласын қорғап, отбасының берекесін сақтауға тырысады. Қандай қиындық келсе де мойымай үмітін үзбей жүреді. Әйелдер халықтың рухани тірегі. Сондықтан автор олардың рөлін ерекше биік қояды. Олар ерлер сияқты найза ұстамаса да, жүректегі күш қайрат арқылы ұлттың өміршеңдігін сақтап тұрған тұлғалар ретінде бейнеленеді. Сонымен бірге романдағы халық бейнесі де жеке кейіпкерлер сияқты үлкен рөл атқарады. Көшкен жұрттың азабы, суыққа, аштыққа төзген қарапайым адамдардың тағдыры қазақ халқының жалпы трагедиясын көрсетеді. Олар бір-біріне тірек болып, үмітін жоғалтпай, ұлтты сақтап қалуға тырысады. Осы қарапайым халықтың қайсарлығы мен төзімділігі романда үлкен моральдық күш ретінде көрсетілген. Жалпы алғанда шығармадағы кейіпкерлер жеке адамдар ғана емес, қазақ халқының тұтас болмысы, рухы мен тағдырының көркем көрінісі. Көкшалдың ерлігі, батырлардың қайраты, аналардың сабыры және халықтың төзімділігі, бұның барлығы бірігіп ұлттың берік сынбайтын бейнесін құрайды. Романда қазақтың салт-дәстүрлері кеңінен бейнеленген. Олар тек көркемдік безендіру емес, халықтың ұлттық болмысын, мінез-құлқын және өмір салтын көрсететін маңызды элемент болып табылады. Мысалы, бата беру рәсімі романда әрқашан маңызды оқиғаға және бастамаларға, көш бастаушыларға немесе батырларға қолдау көрсету ретінде орын алады. Бұл халықтың бір-біріне деген сыйластық, құрмет пен ізгі ниеттің көрінісі. Қонақ күтті дәстүрі қонаққа көрсетілген құрмет, дастархан басындағы әдеп-ғұрыптар халықтың мәдениетінің, қонақжайлығының және қоғамдағы моральдық қағидаларды көрсетеді. Атқа міну мәдениеті тек көлік немесе әскери дағды емес, ол ерлікті, батырлықты және көшпелі өмір салтының мәнін білдіреді. Ерлерді құрметтеу салты мен жорық алдындағы ырымдар да ерекше маңызға ие. Олар ұрпаққа батылдық пен жауапкершілік, дәстүрлі моральдық нормаларды жеткізеді. Жоқтау мен еске алу рәсімдері арқылы автор өткен ұрпаққа деген құрметті, халықтың тарихи санасын сақтауды көрсетеді. Отбасы құндылықтарды романда әр кейіпкердің әрекеті арқылы көрініс табады. Мысалға, аналардың төзімі, әкелердің қорғаншылық рөлі және балаларға білім, тәрбие беру дәстүрі ұлттық сананы қалыптастырады. Жылқыны тану мәдениеті де маңызды. Себебі ол бізде көшпелі өмірде мал шаруашылығы